Сәлеметсіңдер ме? Көркем еңбек сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы алуан түрлі қаріптер. Оқу мақсаттары. Сабақ мақсаттары. Жақсы, балалар, қал жағдайларың қалай? Сабаққа дайынбыз ба? Жақсы, ендеше дайын болсақ, мына өлең жолдарын оқиық. Жабырқауды білмейміз, жалқаулықты сүймейміз. Біз талантты жас ұлан үлгі аламыз жақсыдан. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Көңіл күйлерің көтеріліп қалды ма балалар? Тамаша балалар. Енді үйге берілген тапсырманы қол соғу ойыны арқылы тексерейік. Қол соғу ойынның шарты: үй жұмысын тексеру кезінде мұғалім сұрақ қояды, ал бір оқушы бірнеше жауап береді, ал қалған оқушылар дұрыс жауапты естігенде алақандырмен соғады. Сонымен балалар, біз өткенде қандай тақырыппен таныс болдық? Жақсы. Өткен тақырыптан не түсіндіңдер? Қанық емес, қою түстерді ата. Қанық, ашық түстерді ата. Мына суретке назарыңды аудар. Бұл суреттің туындысы қалай аталады? Авторы кім? Тамаша. Қандай таныс емес сөздермен таныс болдың? Тамаша, жарайсыңдар балалар. Алғашқы ашық хат қай ғасырда пайда болды? Жарайсыңдар балалар. Үйге берілген тапсырманы өте жақсы орындадыңдар. Енді балалар, бәріміз мына суретке назарымызды аударайық. Жаңа сабағымыздың тақырыбын білу үшін бұл суретте нені көріп тұрсыңдар? Дұрыс, жазулар. Жазулар қандай екен? Бұл суретте жазулар алуан түрлі түрмен жазылған. Ал осы әр түрлі жазуларды бір сөзбен қалай атайтынын кім біледі? Жарайсыңдар балалар. Осы әр түрлі жазулардағы әріптердің графикалық таңбасын қаріп деп атаймыз. Сонымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы алуан түрлі қаріптер деп аталады. Балалар, жазулары бар суреттер болады. Мысалы, ашық хаттар. Кез келген сөздің өзі сурет екенін ойланып көрдің бе? Себебі олар неше түрлі сызықтардан құралады. Әріпте суреттің бір түрі. Білдік пе бұны? Білмедік. Әріптерді әдемі әрі дұрыс жазумен қатар, әркімнің қиялына қарай салынған сурет салғандай әсерлеуге болады екен. Суретшілер кітап, плакат және жарнамаларда алуан түрлі қаріптерді қолданады. Балалар, енді мынау суретке назарымызды аударайықшы. Бұл суреттегі А әріптері неге ұқсайды? Тағы не нәрсеге ұқсауы мүмкін? Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Енді бірінші тапсырмамызға көшейік. Балалар, бәріміз мына әріптерге назар аударайықшы. Бұл әріптерге қарап, олардың көңіл күйін, мінезін анықтап көреміз. Мысалға, Ж әріпі ортада тұр. Ж әріпінің көңіл күйі, менің ойымша, күннің нұрындай жайнап тұр, ал мінезі болса жуас, ақ көңіл. Ал енді балалар, әр жұп қалған әріптерді талқылайды. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бұл тапсырмада әріптерді жақсы қорғап шықтық. Балалар, сурет сабағында мәнерлеп жазуға үйренуге мүмкіндік бар. Яғни әріптер мен сөздер арқылы белгілі бір көңіл күйді, мінез құлықты көрсетуге болады. Ал енді балалар, бойымызды сергітейік. Бәріміз орнымыздан тұрамыз. Оңға түзу тұр, солға түзу тұр, артқа қадай бір адым, алдыға қарай бір адым, жоғары төмен қарайық, орнымызды табайық.
Жарайсыңдар балалар, орнымызға отырайық. Бізде екінші тапсырма. Балалар, мына сөздерді көріп тұрмыз. Бұл жерде қандай сөздер жазылған? Жақсы. Ендеше балалар, мына сөздерге қарап, суретші қай сөздерді әсерлеп, ал қайсысын әсерлемей жазғанын анықтайықшы. Жарайсыңдар балалар, мына суретке қарап, суретші қай суреттерді әсерлеп, ал қайсысын әсерлемей жазғанын анықтадық. Үшінші тапсырма. Балалар, сендерге тапсырма. Түсініксіз бір сөзді ойлап тауып алыңдар. Ойлап алдық па? Ал енді оны 3 рет жазайықшы. Тамаша. Ал қазір сол жазылған сөздің біріншісіне нәзіктікті білдіретін әріптермен жазыңдар. Жақсы. Екіншісіне ашулы көңіл-күйді білдіретін әріптермен жазыңдар. Тамаша. Ал үшіншісіне шаттанған көңіл-күйді білдіретін әріптермен жазыңдар. Жарайсыңдар балалар. Ал енді бұл әріптерді тағы қандай көңіл-күймен жазуға болатынын идея қосайықшы. Тамаша балалар, сендер осы тапсырманы орындағанда қандай көңіл-күйде болдыңдар? Жарайсыңдар. Ал ендеше балалар, жазған сөздеріңді достарына көрсетіңдерші. Олар түсініксіз сөз арқылы не айтқыларын келгенін ұғар ма екен? Жарайсыңдар. Балалар, осы тапсырманы орындағанда қандай әсерде болдыңдар? Қорытындыға кетейік. Тамаша. Бұл тапсырмада біз 3 сөзді әртүрлі көңіл-күймен жаздық. Осы арқылы харіптерді өзімізге байланысты өзгерте алатынымызға көзіміз жетті. Жарайсыңдар балалар. Өте жақсы, берілген тапсырмаларды өте жақсы орындадыңдар. Ал енді балалар, сабағымызды қорытындылайық. Бүгін біз қандай тақырыппен таныс болдық? Тамаша. Қаріп дегеніміз не екен? Қаріпті әртүрлі жаза аламыз ба? Жарайсыңдар. Әріп арқылы көңіл-күйді көрсетуді болады ма екен? Тамаша. Ал көңіл-күйден басқа тағы нені көрсетуге болады? Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабақты сендер өте жақсы меңгерген екенсіңдер. Және берілген тапсырмаларды өте жақсы орындадыңдар. Балалар, сендердің алдарында білім сандықтары тұр. Енді сендер сабақты өте жақсы түсініп, қызықты болды дегендер ең бірінші сандыққа берілген стикерлерді апарып салыңдар. Екінші сандыққа сабақты жақсы түсінген болсаңдар, екінші сандыққа апарып салыңдар. Ал егер тақырып бойынша әлі ізденуім керек дегендер болса, үшінші сандыққа стикерлерді салып қойыңдар. Жарайсыңдар балалар. Бүгін сендер сабақты қалай түсінгендерің бойынша былай бағалайық. Егер сендерге әлі де ізденулерің керек болса, берілген пирамиданың үстін қызыл түспен бояндар. Ал егер сабақты жақсы түсіндім дегендер болса, пирамиданың ортасын сары түспен бояндар. Ал егер сабақты өте жақсы түсіндім, мен үшін қызықты болды дегендер болса, пирамиданың төменгі бөлігін жасыл түспен бояндар. Тамаша балалар, үй тапсырмасын ендеше жазып алайық. Бірінші тапсырма 5 қаріп түрінде суретін салып келу. Екінші тапсырма қаріп жайлы мәлімет жинап әкелу. Тамаша балалар. Бүгінгі сабақта қанша бал алдыңдар? Жоғары бал алғандар бар ма? Жарайсыңдар балалар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.